оқисың. Сол кезде сен андай дұғаны ұмытпа дейді. Қандай дұға Раббымыз? Құр Рабби зидни илма. Раббым білімімді арттыршы деген. Раббым білімімді арттыршы деген дұғаны ұмытпа дейді. Сосын асығу деген нәрсе ол. Асыл жақсы емес. Соны көрсетіп Алла Тағала. Қай бір білімді оқитын болсаң, асығып кетпеу керек. Тәртібімен, бабымен жасау керек та бұл нәрсені. Өйткені кезінде біз адамға білім бергенбіз дейді. Жаңағы аяттан кейінгі сөзі. Қараңыздар. Құранмен асықпа. Жебірейілдің уахи саған аяқталып болмайынша. Және Раббым маған білімді арттыр деп айт. Валақад ахидна иля Адама. Кезінде біз Адамнан да алейхиссалам жәннатта бүкіл білімді үйреттік те, жаңағы. Бүкіл нәрсенің атауын үйретіп, білімді үйретіп, періштелер сәжде жасаған кез болған, мысалы. Адамнан да кезінде біз серт алған едік. Яғни бұл Құранда сені мен менің арамдағы серт деп отыр Алла Тағала. Адамнан да біз серт алған едік сол кезде. Мин қаблу фанасия. Адам ұтып кетті дейді ол кезде. Валам нажид лаху азба. Сөйтіп біз оны табанды таппай қалдық дейді. Жаңа ағашқа жақындама деген кезде жақындалып қойылды ғой. Сол секілді мәселе жаңағы білімнің бір артып, бүйтіп кетіп бара жатқан жағы емес. Ана білім өзіңе артқан сайын саған мінез қосатындай болсын. Саған көзіңе, жаңа құлағыңа жарағандай нәрселерді қосатын нәрсе болсын да. Білім артқан сайын сол нәрсе. Білім артқан сайын төмендеуің көбейсін Алланың алдында. Қорқуың күшейе бастасын. Ұялуың қосылсын. Осы мағынада білімді арттыр деп жатыр. Өйткені Хасан әл-Басри деген табиғиндардың үлкен айтады. Әл-илму илман. Білім деген ол екі түрлі болады дейді. Әл-илму жаңа илмун фил лисан дейді. Ва илмун фил қалби. Біреуі тілдегі білім дейді. Тілдегі білім дейді. Неге оны тек қана тілдегі деп айтты? На жаққа қарай ықпалы жоқ дейді оны. Фазака худжатун аля бани адам. Ол жаңағы егер ондай ілім кімде болса, ол өзіне қиямет күні қарсы шығатын құжат дейді. Қараңыз қандай нәрсе. Соқтан оқи беру, интернеттен болсын, неден болсын, көп нәрсені оқи беріп, таласа беретін бір әдеттер болып қалады ғой. Ол негізі асыл жақсы нәрсе емес екен ол. Өйткені мағлұматың қосылған сайын өзіңе қарсы шығатын құжат қосылады. Мағлұматың құжат қосылады. Сосын өзіңіз егер де бүйтіп таластырып тұратын болса, хадистерді, мен мынандай хадисті білемін ғой десе, сосын айтады, менде мынандай хадис бар деген нәрсе байқау керек бұл нәрселерден. Мына хақ Құран салмақпен түскен, уахимен, пайғамбарымызды терілеткен Құран. Ана түскен кезінде далада келеткенде түйенің үстінде отырған кезде түйенің аяғы кіріп кеткен құмға, уахидің ауырлығынан. Біз сол қадір түсінейік, бұл не өзі келген бізге? Бұл Әл-Құрану худжатун лака ва алейка дейді. Ескертіп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Тәрбиелік мақсатта ескертіп жатыр да. Құран не өзіңе қарсы құжат болады, не саған болсатын құжат болады дейді. Соқтан асықпау керек. Кішкене білім алдыңыз, соған амалыңыз жасай беріңіз. Білім алдыңыз, амалыңыз жасай беріңіз. Артық біле берем демеңіз. Артық білім, артық сұралдырады. Оның қиын жері сол да. Білім, сондықтан жаңағы Хасан әл-Басри айтқандай, ол екі түрлі. Біреуі тілде дейді. Алла сақтасын осы нәрседен, баршамызды сақтасын. Өйткені бұл оңай нәрсе емес. Сосын екіншісі әдемі екен. Ва илмун фил қалби дейді. Жүректегі білім дейді. Аят оқысаңда, хадис оқысаңда жүрегіңде жұмыс істеп жүреді. Соған байланысты өзің сөйлесің сай келмей қалса. Сай келіп қалса, альхамдулилля, осы нәсіп еткенге дейсің. Жүректегі білім да. Ал анау білім, ол уайымдатпайды адамды. Түсіндіңіз ба? Өткенде айттық қой, өзін өзі сөккілей беретін, жазғыратын нәпсімен ант етемін деген аяттарда. Бұл білім сондай білім екен да, бұл жүректегі білім. Бір нәрсе сай келмей қалса, көңілің түсіп кетеді. Астағфирулла ва атубу илейхи деген сөздерді айта бастайсыз. Bir нәрсені істесеңіз қуанып, Алла Тағаланы мақтайсыз соған. Бұл білім дейді. Жүректерді түзейтін білім юслихул қулуба. Жаңағы кісі айтып отыр Хасан әл-Басри. Жүректерді түзейтін білім осы дейді. Бұл білімді дейді. Фазака әл-илмун нафи. Бұны пайдалы білім деп атайды дейді. Сөйтіп білім неше түрлі болды? Пайдалы және пайдасыз.